Сәлеметсіңдер ме, құрметті алғырда оқушылар. Бүгінгі өтетін сабағымыз 59-шы сабақ. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Сабағымыздың тақырыбы сөйлеу мәдениеті, менің қиялымдағы мамандық. Бүгін біз пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыра аламыз. Түрлі жағдаяттарда сөйлеу мәдениетін сақтаймыз. Бірінші жаттығу. 57-ші жаттығу. Оқушылардың болашақ мамандықтары туралы жазған хабарламаларымен таныс. Әли, мамандықтың жақсы-жаманы жоқ, десек те болашақтың мамандығын таңдауымыз керек. Менің қалауым робот техникасы саласының маманы болу. Айнұр, меніңше таңдайтын мамандығымыз ертеңгі күннің сұранысын қанағаттандыру керек. Менің қалауымдағы биоинженер мамандығы болашақта табысты болмақ. Нұржігіт, мен бағдарламашы, құрастырушы болғым келеді. Құрастырған кішкентай компьютерім өмір сүруге болатын ғаламшарды іздеп табады. Ондай жетістікке жету үшін сабақты үздік оқып, көп ізденуім керек. Хабарламалар мазмұны бойынша топта қалай ойлайсың деген сауалға қатысты 3 сұрақ құрастыр. Парталасыңның сұрақтарына жауап беруге дайындал. Өз хабарламаңды жалғастырып жаз. Таңдайтын мамандығыңның маңызын көрсет. Бір-бірінің жұмыстарыңды тексеріңдер, қандай қате таптыңдар, бағалаңдар. Ал енді қалай ойлайсың деген сауалға байланысты 3 сұрақ. Қалай ойлайсың, биоинженер мамандығы ертеңгі күннің сұранысына ие бола алады ма? Мамандықты қазірден таңдаған дұрыс па? Сен қалай ойлайсың? Қалай ойлайсың, сабақты үздік оқу, көп іздену жетістікке жетуге көмектесе ме? Балалар жазу барысында қате кеткен болса, дұрыстап дәптерлеріңе қатесіз көшіруді өтінем. Ал енді осы сұрақтарға жауап берейік. Әрине, ғылыми мамандықтарға сұраныс әрдайым жоғары, яғни бірінші сұрақтың жауабы. Екінші сұрақтың жауабы, егер болашақта пайдалы маман болғың келсе, асықпаған дұрыс. Ал сүйікті ісің бар болса, онда қазірден таңдай беруге болады. Үшінші сұрақтың жауабы, білім инемен құдық қазғандай, барлығының кілті, мүмкіндіктердің алды. Сондықтан оқып ізденсең, бір күні сенің жетістікке жететініне сенемін. Хабарламаны жалғастыр. Мен өз нұсқамды айтайын, сендер өз нұсқаларыңды жазсаңдар болады. Мен IT маманы болғым келеді, себебі ол мамандыққа жыл сайын сұраныс артуда, болашаққа керек және табысты мамандықтардың бірі. Келесі жаттығу 58. Сенің ойынша қайсысы болашақтың мамандықтары бола алады? Ғарышкер, ғарыш пойызының жол серігі, ғарышты қоқыстан тазартушы, ай кеншісі, адамдар мен жануарлардың қарым-қатынасын реттеуші тілмаш, басқа ғаламшардағы адамдармен келіссөз жүргізуші, су асты қалаларының құрылысшысы. Бұлар алыс болашақтың мамандары ғой. Сен қалай ойлайсың, Әли? Мұны балалардан сұрап көрейік, олар не дейді екен? Айтатын пікіріңді менің ойымша, шынымды айтсам, сөздерінен баста. Мамандықтар тізіміне қарап тұрсаңдар, бізде ғарышкер қазірде бар мамандық, ал қалған мамандықтар қазірше бұл ғаламшарда жоқ мамандықтар. Сондықтан да менің ойымша ай кеншісі мамандығы болашақтың мамандығы деп ойлаймын. Жердегі қазба байлықтар таусылғанда өзге планеталардан кен орындарын ашуы әбден мүмкін. Шынымды айтсам, барлық мамандықтар болашақта болуы мүмкін. Яғни тізімде көрсетілген мамандықтардың барлығы болашақта кездесуі мүмкін, Сондықтан өз қиялдарыңа ерік беріп, өздеріңе ұнаған нұсқаны таңдаңдар. Және себебін айтып нақтылап кетсең де болады. Осылай мысал ретінде келесі жаттығу 59. Ертең мен өскенде кім болам тақырыбында 4-ші сыныптар арасында сурет салудан жарыс өтпекші. Осы туралы досыңа жазбаша хабарлама жібер. Мектеп радиосынан хабарлап айт. Хабарландыру жазып көрнекі жерге іл. Мектеп радиосының конкурс туралы хабарламаны айту үшін мыналарды ескер. Жарыс қандай тақырыпта, қашан болатыны, кімдер өткізілетіні, кімдерді шақыратыныңды анықта. Хабарламаңды бірнеше рет айтып дайындал. Тыңдарманның назарын аударатын сөздерді орынды қолдан. Сөйлеуде дұрыс дауыс ырғағы мен дауыс екпінін сақта. Шақыру қағазын толықтырып жаз. Ал енді астада көрсетілген мысал бойынша толықтырып жазып көрейік. Құрметті 4-ші сынып оқушылары, сіздерді мен өскенде кім болам жарысына қатысушы болуға шақырамыз.
өтетін орны мектеп концерт залы, уақыты 14:00-де. Жарыс ұйымдастырушы мектеп директоры Ахметов Дияр. Барлықтарыңызды жарыста күтемін. Сендердің мектептерінде хабарламалар ілініп тұра ма? Ілініп тұрса, білсеңдер, содан қарап жазсаңдар болады. Келесі тапсырма. Әли қалалық бастауыш сынып оқушыларының форумында робот техникасы болашақтың маманы тақырыбында сөз сөйлемекші. Тыңдарманның көзі назарын өзіне аудару үшін ол қандай сөз тіркестерін қолданатынын ишарамен көрсетуі керек. Оған көмекке кел. Яғни сөйлеу бөліктері мен оларға қатысты сөздерді сәйкестендіреміз. Екінші қатардағы сөздерге қарап, біз оларды қай бөлік екенін анықтай аламыз. Мысалы, сөз басында біз, яғни не туралы айтамыз, соны айтамыз. Бүгінгі сөйлейтін сөзім робот техникасы болашақтың маманы деген тақырыпқа арналады. Екінші ол негізгі бөлім, яғни біз толығырақ ақпарат беретін, менің ойымша, мен пікірдемін деген. Үшінші қорытынды бөлігі. Бұл жерде қорытынды бөлігі менің айтқанымнан бұл мамандықтың болашағы бар екенін байқаған боларсыздар. Сіздерді болашақтың мамандықтарын танып білуге шақырамын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Бұл жерде Әли айтарын айтып, қоштасып жатыр. Менің айтқанымнан деген сөзден-ақ біз ол Әлидің біраз нәрсе, яғни негізгі бөлімін ақпараттармен бөліскенін біле аламыз. Тапсырма түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Енді осы мысалды қарап отырып, осы тақырып бойынша өз сөзіңді дайындап, парталасыңа айтып көр. Ол үшін сөйлейтін сөзіңді алдымен төмендегі ретпен жазып ал. Бірінші, сөзіңнің кіріспе бөлігінде тақырыпқа қатысты мақал-мәтел, қанатты сөздерді қолдан. Екінші, ойыңды дәлелдеу үшін мысалдар келтір. Үшінші, қорытынды бөлікте ұсыныс айт. Төртінші, тыңдаушыларға ризашылығыңды білдір. Яғни тыңдағандарына рахмет айтып, назарларыңызға рахмет деп, сау бол деп қоштасасың. Енді осы ережелерге сәйкес хабарламамызды тыңдап көрейік. Робот техникасы болашақтың маманы. Бүгінгі сөзім робот техникасы болашақтың маманы деген тақырыпқа арналады. Жігітке жеті өнерде аз. Менің ойымша робот техникасы кәсіпорындарға, бизнес иелеріне өте керекті зат. Себебі қазір барлығы ақпараттық технологиялармен көшіп жатыр. Егерде жұмысшылар орнында робот болса, жұмыс сапасы жақсарады деген пікірдемін. Менің айтқанымнан бұл мамандықтың болашағы айқын екені көрініп тұрған шығар. Назарларыңызға рахмет. Робот техникасы жайлы кино болмаса, жаңалықтардан көрген болсаңдар, ақпараттарыңды қоссаңдар болады. Келесі тапсырма. Бұл тест тапсырмасы арқылы сен өзіңнің тыңдаушылық деңгейіңді біле аласың. Сұрақтарға дұрыс жауап беріп, өзіңнің деңгейіңді біл. Бүгінгі сабақ бітті. Назарларыңа көп рахмет. Кездескенше сау болыңдар.